үлкен тай қазандарды еркектер от жағып соның бәрін қараған әйелдер емес. Біреулер аспаннан вертолетпен, ұшақпен ақша шашты. Той мен мерекені ажырату керек. Бәрін былықтырып жатырмыз шатастырып. Мейзам деген мереке жоқ. Европада сыраның мерекесі бар. Қымыз мұрындық сүттен басталып тұр ғой соның бәрі. Шетелден келген адамдарға қазақтың дәстүрі деп қойдың басын қояды. Олар сосын одан жеркеніп отырады. Bir жылғы асының өзі кейде той секілді өтеді. Асаба деген ас деген сөзден шығады. Астың абасы. Амал деген мереке жоқ. Сәлем достар, бұл қалам жобасы. Біз тарих, мәдениет және өнер тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Ертеде қазақтың халықтық мейрамдары қалай тойланған, қазір қандай дәстүрімізді жоғалттық? Той қазақтың қазынасы деген даңқ па, әлде дақпырт па? Біз бүгін осы тақырыптарды талқылаймыз. Студияда Мақсат Мәлік, ал сұрақтарымызға жауап беретін Серік Ерғали, белгілі этнограф, мәдениеттанушы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Ең әуелі енді сізге қоятын сұрағым, соңғы рет қашан тойға барып едіңіз аға? Соңғы рет. Есімде жоқ, шын айтайын. Есіңізде жоқ, Сирек барам тойға. Не үшін сирек барасыз? Енді біріншіден Астанада тұрамыз. Астанада көп тойда бола бермейді. Болса да енді той емес, қазір көбіне бір отырыстарға барамыз. Енді тойға бармай қалмаймын. Менің айтып отырғаным, қазір тойға қандай көңіл күймен барамыз және қандай көңіл күймен қайтамыз деген сыңайдағы ғой. Дұрыс. Енді той болған жақсы, барғанда дұрыс, бәлсініп, нетіп керегі жоқ. Ол қанша дегенмен позитив қой. Той деген ол құттың көзі болып есептеледі. Біздің халқымыздың танымы бойынша бұл өмір жалған. Сосын ойна да күл дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазақтың туғаннан бастап о дүниеге аттанғанға дейінгі барлық ғұмыры тойдан тұрады. Тіпті жаназадан басқасы енді бір жылғадан кейін, мысалға бір жылғы асының өзі кейде той секілді өтеді. Әрине, бұл сұрақтарға енді ораламыз, аға, әңгіме барысында. Сондықтан жатырқамайық деп жатқан. Енді қазақта той қазақтың қазынасы деген сөз бар. Оны әңгіме басында да айтып өттік. Енді жалпы бұған қазақтың дүниетанымындағы отбасылық қуаныштардан бөлек оған халықтық мейрамдарды да жатқызуға болатын шығар. Енді бұған сіздің көзқарасыңыз қалай? Той мен мерекені ажырату керек. Әдетте той ол мына жанұя әулетке ғана қатысты болады. Әрі кетсе жеті атаға қарайтын аталастардың, туысқандардың шеңберінде, соның ауқымында ғана болады. Енді қазір ол сәл өзгерді. Бірге оқығандарың, кластастарың, группаластарың, тағы басқа армияда бірге болғандарды шақыра бересің. Тойға шақыратын шақыра бересің. Енді ұзын саны сол 50 адамнан 1000 адамға дейін барады ау деймін осы біздің қазақтың тойында. Ал мереке дегеніңіз ол адамның санымен шектелмейді. Мереке белгілі бір мекен, елді мекеннен бастап елдік деңгейге дейінгі ауқымда мереке бола береді. Халықтық сипат. Халықтық сипатта, жалпы халық. Ол жерде бөлінбейді. Демек, бұл жерде екі айырмасы бар. Бірақ біз қазір соны айырмаймыз. Мерекені тойлаймыз дейміз, тойды да тойлаймыз дейміз. Мерекені мерекелеу керек, тойды тойлау керек. Осы ретте енді ертедегі қазақтың болсын, бүгінгі қазақтың болсын, жалпы сауықшылдығын, тойға деген танымын, көзқарасын қалай бағалайсыз? Біз қалай көріп жүрміз қазір? Жалпы қазақтың тойы ертеде де, әсіресе ертеде, бұған дейін Совет үкіметіне дейінгі кезде негізінен халықтың танымына, ғұрпына, жоралғысына, рәсімдеріне байланады. Сонымен тығыз қарым-қатынаста болады. Кез келген шаралар, әдет ғұрыптар барлығы сонымен байланады. Міндетті түрде оның ғұрпы болады, жоралғысы болады. Содан кейін арт жағы жаңағы тойлауға ұласып кетеді. Қазіргі кезде оның барлығы шоу болды, шоуға айналды. Уақыттың талабы сол. Қазір коммерциялану дәуірі, соған сәйкес жаңағы ғұрыптың барлығы сол шоуға қызмет етіп кетеді. Оны енді
кінәлауға да болмайды, айыптауға да болмайды. Уақыттың заманы Талабы, солай, талабы солай. Халық сол солай мерекелегісі келеді, солай тойлағысы келеді, солай демалғысы келеді, солай өзін бірін көргісі келеді. Әсіресе мына совет дәуіріндегі тойдың орны бөлектеу. Ол жерде енді белгілі бір рамкеде болады. Ол кезде негізінен жаңағы таныстар, туыстар жиналады. Мереке екі бастан советтік идеологияға негізделді. Мысалға, 1 май еңбекшілер мерекесі болатын болса, ол кезде басты көрінісі жаңағы шеру. Еңбекшілердің шеруін өткізеді. Болмаса 7 ноябрьде қарашада жаңағы октябрь революциясының туған күні ғой енді ол. Сол кезде де ол кезеңде көзіңізбен көрдіңіз ғой. көрдік. Студент кезде кәдімгі таяқтап жүріп, жаңағы бізге шеруге шығаратын, жаңа транспаранттар, лозунгілер ұстатады. Онда да қашып пысып сөйтіп жүретінбіз. Ол да мереке болып есептелетін. Ол кезде бәрі ресми, сықиған, бірақ арт жағы жаңағы үйлерде ішіп жемге айналып кетеді, солай мерекеленеді. Әр дәуірдің, әр қоғамның, әр идеологияның өзіне сәйкестенген, солай адаптацияланған, бейімделген мерекенің, тойдың түрлері бар. Бұдан қорқудың еш қажеті жоқ дейсіз ғой. Қорықсаң да, қорықпасаң да солай. Ол мысалы Бағынбай ма? Иә, бағынбайды. Енді тәуелсіздік кезде біз енді барлық шектеуді алып тастадық. Жүгенде тұрдық. Кім қалай тойлайды, қалай ұйымдастырады. Біреулер аспаннан вертолетпен, ұшақпен ақша шашты. Шашудың орнына 5000 теңгеден мысалға. Әркімнің ауқымы, калибрі дейміз ба, жағдайы, көңіл күйі соған қалай келеді, солай істеп жатырмыз қазір. Түсінікті. Енді мынау халықтық, ұлттық мейрам мереке десек, ең бірінші тілге оралатыны ол Наурыз мейрамы. Күн мен түн теңелетін сәт, сол бір кезең. Бірақ қазақша жаңа жыл нақты қай күннен басталады аға? Осыған жауап Оны беріп енді көріңізші. біз мысалға менің айтқаныма Бірдеме шатастырып жүрміз бе? 2009 жылдан бастап ресми тұжырымдама жасадым. Оған дейін 2000 жылдан бастап кіріскен кезде осы күнге байланысты кірістірдім. Енді Совет үкіметінің ыдырайтын кезінде Өзбекел Жәнібектер бастаған кезде ол идеолог болды, ұлттың құндылығын жинап терді. Ол енді Колбин дәуірінде басталды. Алғашқы Наурыз 88 жылы мерекеленгенде, онда күн мен түннің теңелісі біздің жаңа жыл деп айтылды. Ол сол идеологияға Наурыз алғаш рет соны сіңіру керек болды, соны мойындату керек болды, рұқсат алу керек болды. Сол күн мен түннің теңелісі біздің жаңа жыл деп есептелді. Бірақ мысалға біздің ауылдарда, өзің туған жерімде, ол 21-22-сін біз білмейтінбіз. Күн мен түннің теңелу деген біздің халықтың арасында айтылған жоқ. Ол 14 наурызда, қазіргі Григориан күнтізбесімен бұрынғыша 1 наурызда басталатын. 90 күн қыс шықты, енді 90 күн көктем басталды. Көктеммен бірге бізге жыл келеді. Сосын бұрын март айын Наурыз деп атаған жоқ. Наурыз деп аталғанына 88 жылдан бері қарай 30 жылдан асты. Оған дейін қазақ айдың атын Наурыз деп атаған жоқ. Онда жаңағы өзбек әлі ағаларымыз енді идеолог болғаннан кейін қазақтандырды. Сол кезде Наурызды сол мерекенің атымен айдың атын атап жіберді. Ал ол амал деп аталған. Осы айдың аты? Айдың аты. Наурыздың аты бұрынғы. Иә, март айы амал болып келді. Амал айы деп Амал айы айтуға деп болады. аталды. Содан келеді де амал келді, жыл келді деген тәмсіл біздің тілімізде бар. Ол амал айы келді, сонымен бірге жаңа жылымыз келді деген сөз. Амал деген мереке жоқ. Болған емес. Біз әр нәрсені бытыстырып, шатыстырып жатырмыз қазір. Айтсақ та, дәлелдесек те, оны ескеріп жатқан ешкім жоқ. Оны айтқаныма енді бірнеше жыл болды. Енді соны қазір мемлекеттік деңгейде мәдениет министрлігі тұжырымдама жасаған болып, 14 наурызда амал мерекесі дей ма, бірдеңе дейді. Сонда мерекенің ішіндегі мереке бола ма екен? Жалпы қазақ Наурызды 14-нен бастайды, жаңа жыл деп жаңағы бірін-бірін құттықтасақ, көрісу деп отқанымыз бір жыл жаңарғанда, ай жаңарғанда көріскен. Ал ол көрісудің көкесін қайда екенін білесіз бе? Алматыда тұрсаңыз, Алматыдан 170 шақырым жердегі әлемге әйгілі Таңбалы деген 5000-нан аса петроглиф бар жерде Наурыздың панорамасы бар.
сол жерде тәңір мен іңір көрісіп тұр былай. Ортасында сиыр жылының белгісі 12 мүшел билеп тойлап жүр. Ондай мерекеге арналған ешбір жерде, ешбір елде, жер планетасында ешқандай эмблема жоқ, логотип жоқ, герб жоқ, төлқұжат жоқ, куәлік жоқ. Парсыда да жоқ, Иранда да жоқ, Қытайда да жоқ, тек бізде ғана бар. Осы бір Көрдіңіз бе? мерекенің төлқұжаты іспеттес қой. Төлқұжаты деп айтып жүрмін, паспорты деп жүрмін. Паспорты. Ал енді қызық жері, анау күн дидарлы, анау басы шашақты, ол тәңір. Басқаша қазақта сөз жоқ оны айтатын. Ал енді анау бұландай кесектері бар, басы бар, шамал шашағы бар, ол ай дидарлы іңір. Іңір деп қазақ мынау күн батқаннан кейінгі амартты, күңгірт, қас қарайған кезді, яғни жарық жоғалған кезді айтады. Яғни қазақ халқы тәулікті екіге бөледі. Жарығы бар сәтті тәңірлік кезең. Тәңір деген өзі таң деген сөз ғой, жарық деген сөз. Ананы іңірлік, екеуінің тайталасы. Күннің өзі тайталасып тұр сонда. Бір тәуліктің өзі. Сосын айда тайталасады. Айдың жаңағы күндіздің көбейген кезі, түннің азайған кезі, керісінше кез. Жылда да сондай, жыл бойы соның барлығы қайталанып, неше түрлі циклмен осылай келіп тұрады. Осының барлығы наурызға келгенде теңеседі. Яғни қазіргіше айтқанда перезагрузка, рестарт, уақыт. Күзде де теңеседі, бірақ күзде ондай емес. Күзде енді соңғы теңеседі, әрі қарай күн сәулесі азайып, күндіз азайып, күн өлуге беттейді. Сөйтіп келеді де желтоқсанда өледі күн. 21-22-сіне. Өледі де 3 күннен кейін біздің таным бойынша қайта тіріледі. Ол күннің өзі емес физикалық. Оның сәулесі, оның энергетикасы туралы айтып тұр. Сонда бәленбай 5-7 мың жыл бұрын, бәлкім 10 мың жыл бұрын біздің ата-бабамыз күннің энергетикасын, қуатын білген, астрономияны білген, теңесетін, тайталасатын кездердің бәрін білген. Сол жыл бойындағы күн мен түннің тайталасатын 4 мезгілі бар ғой. Көктем мен күзде теңеседі. Жазда маусым айында 21-не ең ұзақ күн болады, күндіз. Қыста ең қысқа күндіз болады, ең ұзақ түн болады. Осының 4-інде де мереке болған. Мереке болғанда қазіргідей рәсім болған, жоралғы болған. Бірақ сол жаңа мерекемен ұласып, сонда біздің халқымыз жыл бойына тойлаған, әрбір басты кезеңдерді мерекелеген. Яғни ол мерекенің мәні не? Мереке ішіп жеп, тойлап, қарын қампайтып, ыржаңдау емес. Ол мына негативті позитивке жеңгізу. Халықтың тұрмысындағы, тұрмыста болсын, мифологиялық болсын, санада болсын, энергетикада болсын, метафизикалық жағынан қарайсыз ба, барлық жағынан қарасаңыз да сол. Сондықтан наурыздың мәні өте үлкен. Ал енді мынау бәлкім енді біраз көрермендеріміз білетін шығар, бәлкім кейбір көрермендерімізге қызықта болуы мүмкін. Наурыздың тарихын өзіңіз жаңа мыңжылдықтар деп айтып отырсыз ғой. Қанша мыңжылдықтармен есептей аламыз, ғасырмен? Енді оны бар ғой, тек қазақ жерінен іздеп емес, бүкіл жер шарынан іздесеңіз қызыққа кенелесіз. Мысалға Америкадағы үндейлер, эндейстер дейміз ғой, үндістер деп жүрміз. Соларда күннің, айдың жаңағы пирамидасы бар. Демек, олар да күн мен айдың теңесуін қарастырған. Демек, оларда да наурыз мерекеленген. Басқалай аталуы мүмкін? Басқалай аталады, басқалай форматта болады, бәрібір наурыз. Мына Үндістанда наурызды бояу мерекесі деп атайды. Холи дейді. Холи мерекесі дейді. Бояу шашады сол күні. Мысалға, мына Индонезия жағында олар су мерекесі дейді. Енді осының бәрін жинап тергенде, қазақта соның барлығы сақталған. Қазақтың концепциясында, біздің наурызда бәрі сақталған. Осының барлығының элементтері бар, элементтері бар, барлығының көріністері бар. Мысалға, наурызды наурыз үлкен феномен ретінде қарастырсақ, құбылыстың 3 қасиеті болады. Оның дыбысы болады, дәмі болады, үні болады. Құбылыста. Дәмді наурыз көжемен, 7 дәммен көрініс тапқан, дәм.
бізде. Ол дүниежүзінде де сондай, әркім өзінің жаңағы сумаляк дейді, жас нені өскіндетіп, мысалы өзбек ағайындар, Әзербайжанда жұмыртқаны. Қазақстанда оңтүстік аймақта бар осындай. Бар. Сосын дәмін айтам. Әзербайжандар жаңа 7 түске бояйды жұмыртқаны. Бізде құрақ көрпе, сырмақтың барлығы наурызда жайып тастайды далаға. Оның барлығы мерекенің түсін, өңін көрсету. Дәмі наурызбен келеді, өңі құрақ көрпемен келеді, немесе сырмақ текеметтермен. Ал дыбысы, үні ол жетіген. Жетігеннің өзінің пайда болуында аңыз бар. Әрбір жаңағы біреудің 7 баласы болады, ол жаңағы бір бала сөйледі, одан біреуін алып тастайды, сөйтіп ең соңында бір ішек қалады дегендей. Енді бұл да жаңағы күннен түннің астрономиялық мәні болған болу керек. Яғни қазіргі жетігеніміз наурыздың бір атрибуты толық бола алады. Соны біз оны жазып кеткен ешкім жоқ. Бірақ біз таным арқылы қалпына келтіруіміз керек қой. Иә. Ал енді қызық айтайын, бір наурызға қатысты емес, бірақ наурыздың көрісу күні деп жүргенің ондай күн жоқ. Тағы да айтам, ай жаңарғанда, күн жаңарғанда қазақтар, түркілер көрісе берген. Мысалға, мынау Индияны жаулап алған... Сонда тек қана наурызға байланып тұрған жоқ? Жоқ, Индияны жаулап алған Акбар жаңағы моғолдар бар ғой. Солар хандық құрғанда мына үнділер бірнеше сериал түсірді, Разия деген. Разия біздің Қыпшақ, біздің апаларымыз. Жаңағы сояққа хандық құрған, патшалық құрған, сол кісі кейіннен әкесінің жолына патша болады Үндістанның жаңағы жерінде. Дели сұлтанатын құрған. Сонда жаңағы сол хандықта ай жаңарып Рамазанның кезінде, олар Рамазан мына қазір бізде айтысып жатыр. Жаңағы Рамазан келді, ораза, мынау наурыз бәле болды дейді, біреу айтады. Біреуде наурыздан ең бар дейді, айтысып жатыр да. Ал соны біріктірген біздің ата-бабаларымыз. Сонда Үндістанда соны тойлап, сонда көрісіп жатыр. Бірінші сериясын қараңыздар, Разия деген ютубта тұр. Ал оның наурызға қатысы жоқ, ол ай жаңарып тұр. Наурызға қатысты, тіпті исламның мерекесі, соған қарамай көрісіп жатыр. Бұның ғылыми негізі бар ғой, Енді мен Үндістандар өтірік жасаған жоқ, тарихынан алып тұр ғой. Мен соған негіздеп отырмын. Ешқандай ол көркем фильм болғанмен. Тағы бір нәрсе, Әбілқайырдың ставкасына ағылшынның Кестел деген этнографы, суретшісі келеді, сурет салады. Ол кісі келгенде Арал мен Каспийдің арасындағы біздің қазақтарды зерттеген ғой. Сол кезде ол наурыз емес, көрісіп тұрған екі еркекті салады, артында бәйбішесі тізе бүгіп сәлем етіп тұр. Ол шамамен жаз, маусым айы, жаңағы маусымдағы ең ұзақ күнге сәйкес келген болуы мүмкін. Ал ол кезде бізде Сабатой деген мереке болған. Ол тіпті наурыздан да артық. Өте ыңғайлы кезең жазда. Соның бәрін қалпына келтірдік қой. Бірақ ескермей отырмыз. Енді жаңа сөз арасында бастап кеттіңіз ғой, мынау әрі қарай жалғастырсақ, наурыздың ғұрыптық, жалпы наным сенім ерекшелігіне тоқталып өтіңізші, әрі қарай жалғастырып. Қандай наурыз кезінде ғұрыптық шаралар атқарылатын еді тағы да? Біз ұмытып қалған бәлкім. Енді мынаны айтайық басты. Бірінші наурызда бас таңды, жыл келетін таңды қарсы алған. Ол біздің қазақтан бұрын скиф сақтардан басталған. Оны Квинти Руф деген Римнің тарихшысы жазып кеткен. Скифтер сақтар өздерінің жаңа жылында күнді қарсы алады деген. Күнді қарсы алғанда жаңағы патшасы осылай күнге қарсы қолын жайып тұрады, артында халқы, сосын абыз жаңағы тілегін айтады дейді. Содан кейін 365 бала, өспірім, қып-қызыл болып киініп, жаңағы күй тартады дейді. Енді соны ғұндар да істейді. Оны Жағда Бабалықұлы мынау Мәскеудегі архивтен тауып алып, өзінің берген сұхбаттарында айтып келеді. Онда да жаңағы тәңір құт күнге қарай таңды қарсы алады, сосын абыз 9 күй тартады дейді. Содан кейін әрі қарай жаңа 365 тағы да жаңа балалар туралы айтады. 365 деген жылдың 365 күні. Соның әр күніне қызыл мауыт кигізуі, оның қызуылы жарық болсын, жарқын болсын, энергиясы мол болсын, және шуақты
көңілді, позитив болсын деген тілек болып тұр да. Енді жақында ғана мен бұрын білетін едім, қолыма түсіре алмай жүр едім. Ақтөбелік айтыскер, жырау, әдебиет өнертанушы, драматург Нұрлыбек Қалауов 7 тілек тілейді дейді. Бәйтерек дейді. Бәйтеректе енді қазіргіше жаңа жылда yol деп жүрміз ғой. Yol дегенің ол жол, біздің сөз. Иә. Сол жол терек қой. Яғни жол теректе біздің мифологиялық ағаш бар бәйтерек. Ол жер мен көктің арасын байланыстырушы, үш белдеулі әлемдің жаңағы көктеп өтіп, яғни соның өзегі. Соның түбінде енді ағаштың барлығын солай есептеген, солай мифологиялық біздің қазақ. Соған жаңағы таң атқан кезде тағы да 7 тілек тілейді. Көк айырылып күн шық, жер айырылып шөп шық, қуыс айырылып жел шық, желін айырылып, желін толып жаңа сүт шық. Көрдің ба? Сөйтіп 7 тілек тілейді. Неге 3 емес, неге 10 емес, неге 7 аға? Неге 7 ата? Яғни менің ойымша қазір зерттеп толық зерттеймін деп айта алмаймын. Неге аузымызда жетілу деген сөз бар, түбірі 7. 7 жарғы дейді. Ол 7 емес, жете жарғы болу керек. Жете деген кемел дегенді білдіреді. Яғни 7 саны мен жете деген кемел деген сөз бізде бірігіп кеткен. Астасы біте қайнасы. Ал бұл ғаламдық метафизикалық білім. Соны ежелгі ата-бабаларымыз білген. 7 сатылық ғаламдық заңдар бар. Ақсарбаз деген кітаптың авторы Эдихан Сәбитов 7 заңды жазып отыр. Ол кісі медиум. Сондай жолмен алған. Мен оқыдым, енді андағы логика деген бұл жұтпайды. 7 заң. Әрқайсының 7 деңгейі бар. 7 құрылымнан тұрады. Яғни бұл тек жер бетілік емес, яғни ғаламдық, ғарыштық деңгейдегі бір заңдылық. Түсіндіңіз бе? Сол сияқты 9 санды туралы айтып, 9 енді тәңірлік цифр болып табылады негізінде. 9-дан кейін цифр жоқ. 0-ден басталады, 9-бен аяқталады, бар болған 10 цифр. 9-дан кейін сан деп есептесең, онда 2 таңбалы басқа сандар кетеді. Сандар шексіз, бірақ 9-ның орны ерекше. Бұл енді басқа әңгіме негізінде. Бірақ бұл 7 сол Наурыздың жаңағы тұйықталмай жетілудің жолындағы бір кезең болу керек. Өйткені Наурызда енді мерекесіне қатысты Наурызға жетеді 7 дәм, 7 түрлі дәм дейміз мәселен. Ана құрақ көрпені де 7 деп алуға болады. Жалпы қазақ 7 дейді, ол қанша болса да, одан кемітпейді, одан жоғары көбейтпейді. 7 деген сол жетілудің саны ғой, мағынасы. Сондықтан 7 түсті айтады. Енді мынау кезіндегі сақтар заманына, ғұндар кезеңіне қатысты айтып өттіңіз, Наурызбен байланыстырып. Мынау одан кейінгі аралықтан бөлек мынау қазақ хандығының құрылғаннан кейінгі қазақ ұлтының қалыптасу кезеңіндегі дүниетанымымыз бар, ислам келгенге дейінгі дүниетаным бар. Одан кейінгі мынау жаңа сіз айтып отырсыз, енді бәріміз білетін дүние ресми кеңес үкіметінің кезінде тойлануы, бұл 1988 жылдан басталуы. Одан бұрын басталған. Енді сұрақ қояйын аға. Сіз енді сол кезеңде өмір сүрдіңіз, енді мектеп оқыдыңыз, шет жағасын көрдіңіз деп жатқан ғой, студент болдыңыз. Сол ресми тойланғанша сіздің жас кезіңізде сіздің жаңағы дүниеге келген аймақ болсын, сол өңір болсын, сол кездерде Наурыз қалай тойланушы еді? Бұл Наурыз мерекесі бұдан 10 мың жыл бұрын қандай болғанын біз білмейміз. Бірақ негізгі жаңағы ғарыштық заңдарды ұстайтын жоралғыларды ұстап тұрған. Бұл жерде ғылымда араласқан, бұл жерде идеологияда араласқан, миф те бар. Оның барлығы әрбір заман сайын өзгеріп отырады. Құбылып отырады, бейімделіп отырады, оны ұстай алмайсың. Тек мынадай болды, өмір бойы солай болды деп келмейді. Мысалға, Мәшкүр Жүсіп атамыз айтады, жазады 20 томдық еңбегінде. Анау Төле бидің заманында, Төле би әрі Ташкентті билеген ғой, әкім болған. Сол кезде керемет мерекеленген дейді Наурыз.
және қазақ айтатын дейді. Қазақтың наурыздай мерекесі жоқ дегенді. Яғни наурызы ең жоғарғы мерекенің көрінісі қылып, соны мерекелердің мерекесі сияқты. мерекенің мерекесі болып солаған. Өйткені жыл басталады, уақыт басталады қайтадан, перезагрузка. Жаңартады уақытты. Бұған дейінгінің барлығын шайып тастайды. Нөлдіктен келеді де қайттан бастайды. Яғни тек қана мереке емес бұл жерде. Оның мәні болып тұр да. Соны қазақ біліп отыр. Сонда Төле би атамыз ерекше мерекелеткен. Және онда байлар наурыздама қылдырады екен дейді. Наурыздаманың негізгі шығынын байлар көтеретін болған. Көрдіңіз бе? Яғни сол қазақ салтына сәйкес келіп тұр енді. Ол шығын ғой енді. Ішіп жем болады, жаңағы спорттар барлық ұйымдастырады, ұлттық ойындар деген оның барлығын ұйымдастыру керек. Оның бәріне жүгіретін жастар болады, оның барлығына жаңағы ырымын жасайды, ананы береді, мынаны береді, жүлде қояды дегендей. Заманауи тілмен айтатын болсақ, ал Совет үкіметі кезінде Тұрар Рысқұлов Түркістан автономиялық республикасының комиссары болып сайланғаннан кейін, сонда өзінің бұйрығымен бір бұйрықпен екі нәрсені бұйырып жіберіпті. Тұрар атамызға риза болдым. Наурызға қатысты ма? Наурызға, біреуі наурызға қатысты. Наурызды Орта Азия халықтарының мерекесі ретінде деп бір пункті бар, екіншісі жаңағы тілдері мемлекеттік тіл болсын деп келтіреді. Сонда тіл мен наурызды бірігіп бір бұйрықпен басып жіберген. Содан кейін наурыз кәдімгі гүлденіп келе жатады, оның артынан Сталин қорқып кетеді одан. Өйткені наурыз дегенің бүкіл Орта Азия халықтарының жаны, көңіл күйі, рухы, ол біріктіргіш фактор. Шошып кетеді. Содан кейін бұны діни мереке деп, діни емес ол, бірақ әдейі дінге ығыстырып жіберіп, мерекені солай тыйым салып тастайды. 26 жылдан бастап тыйым салды. Сол 26-дан бастап репрессия кетті. Қуғын сүргін. Сонда біздің осы наурыз секілді дәстүріміз бірінші қуғынға ұшырады. Алғашқы. Және алғаш рет тәуелсіздік алғанда наурыз. Қазақ наурызбен тәуелсіздік алды. 1988 жыл қазақтың тәуелсіздігі. Білдіңіз бе? Сол кездегі сіздер баласыздар, ол кездегі халық қалай сезінді? Біздің Қазақстандағы түрлі ұлттар таң қалды. Мынадай да мереке бар ма? Қандай бақытты халық, мына керемет қой деп. Жұрттың бәрі Алматының көшесіне, қалаларда киіз үйлер тігіп, бәрі көшеге шығып, бірімен бірі мәз-мейрам болып, сондай энергияның сапырылысуы қамыс сияқты көрініс тапқан кезде ерекше болды. Сөйтіп көшеге барымыз шығардық. Сөйтіп барымыз шығардық та наурыз әрберден соң өкінішке қарай этнографиялық еске алу күніне айналып кетті. Оны енді жаңғырту керек еді. Тәуелсіздікке сәйкес, заманауи, қазіргі қалалық нұсқалар, енді ауыл секілді көшеде жүрмейсің ғой? Иә. Сіз соның бәрі жасалмады. Форматын өзгертуге қарсы емессіз ғой? Содан кейін мен соған кірістім зерттеп. Сөйтіп 2009 жылы 9 күндік Наурыз фест деген жобаны ұсындым. Оны алғаш рет осы Астанада тілдер басқармасының жанындағы Зерде деген орталықты Ғабит деген азамат басқарып, сол екеуміз ұйымдастырдық. Алғаш рет. Көшеге атрибуттық жол теректің сұлбасын қойдық. Жаңағыдай жан-жағынан түсті таспалар, жаңағы ленталар неғылып, бұлай ағаш сияқты. Сонның жанында кәдімгідей ойын сауық өткіздік. Одан кейін 2013-тен 14-15 3 жыл бойы Шымкентте Асқар Мырзахметов әкім болған кезде 9 күн бойы мерекеленді. Бірақ енді кейін халықтық сипат алды ғой осы бастама? Халықтық сипат алмау керек, бұл мемлекеттік сипат алу керек қой. Ол халықтық сипат, халықтың қолында ресурс жоқ. Менің қолымда ештеңе жоқ, оны мүлдем басқаша ұйымдастырар едім. Енді оның қызықтары бар, мысалға, мен ұсынған 9 күндік әр күннің өзінің атауы бар, әр күннің өзінің шарасы бар, әр күннің түсі бар, бояуы. Соған сай өтетін шаралар ғой. Әр күннің өзінің логотипі бар. Соған сай шара, соған сай жаңағы демалыс, мереке болу керек та. Осы бастамаңыздағы қандай бір негіздерге сүйендіңіз? Бұны жаңағы енді Үндістан, үнді халқы негізінде бұрын бәріміз бір туыс халық болғанбыз.
арлардан тарағанбыз, арийлерден. Бұл Наурызда мықтап мерекені арлар, арийлер. Оның ар жағында Вавилон, Бабыл кезінен бар. Сонда егер де үнділер бояу мерекесі дейтін болса, бізде жаңағы бүкіл ата-аналар, әжелеріміз көшеге бүкіл түрлі түсті жаңағы сырмақтарын, қысқы көрпелерін бәрін шығаратын болса, ол күннің бояудың нәрсесі ғой. Яғни әр күнге бояу беру керек. Оның барлығы солай, ол іштерде жазылған жоқ. Бірақ қазіргі заманға сәйкестеп қиялды қосып, орын-орнына қойдық. Соны қабылдау керек. Демек сіз реконструкция. Мысал етіп отырған әртүрлі халықтардағы осы ұғымға, осы мейрамға қатысты түрлі атрибуттар болсын, түрлі ұғымдар болсын, солардың бір синтез сияқты ғой. Бірақ ол қазақтың танымымен астасып жатыр. Ол бояуды айтып отырмын ғой. Үн жаңағы. Яғни мына 9 күндік неде 3 мысалға 14-ті жылбасы деп аталу керек. Жылбасы деген мәртебе берілу керек. Түркі халықтарының жылбасы деліну керек. Ол амал, көрісу деген ол мазақтау. Көрісу деген жылбасының ғұрпы. Бірақ солай айтып кеттік қой. Жоқ, айтқан жоқ. Қазір мына 21 жылдан бастап, жоқ, ол ресми бекітіп тұр ғой. Бұрмалап тұрмыз ғой. 21 жылы Ақтоты Райымқұлова солай бір бұрмалады. Содан кейін мен оны қойғыздым. Кезіндегі министр. Одан кейін тағы бір министр ханым, қазіргі Балаева, тағы бұрмалады ғой кеше. Сонда менің дайын концепциям неге ала қоймайды, басты неге қатырап. Бәрі негізделген. Мына бұлай дейді. Көрісу күні дейді. Амал мерекесі дейді. Амал деген мереке жоқ, айдың аты деп айтырмыз ғой. Ол жаңа жыл мерекесі ғой. 15-ін алады да қайырымдылық күні дейді. Амал демекші, осы Наурызды амал деп атау, енді бір хронологиялық тұрғыдан алсақ, қай ғасырға дейін, қай уақытқа дейін аталып келді, сосын кейін Наурыз болып кетті. Бұның мынадай нәрсе. Амал деген сөз қайдан шыққан? Қысқасын айтайық. Енді осы ретте амалдың кемінде 7-1000 жылдық тарихы бар. Амал деген сөз. Басында ол анау ежелгі шумерлерден, Вавилоннан келе жатыр. Онда хамал деп жазылған. Одан арабтар, парсылардың жазбасында бар. Кешегі Фирдаусидің Наурыз намесінде бар ол. Мал деген тоқтыны білдіреді. Тоқты шоқ жұлдызы. Ха деген тоқтының маңдайы дегенді білдіреді. Тоқты шоқ жұлдыздың маңдайындағы жұлдыздың аты Хамал болып аталған. Ресейдегі қазақтар Хамал дейді, бер жағындағылар Амал дейді. Ол қазақтың сөзі емес. Енді қызықты қараңыз. Бірақ бұл прото-түркілік сөз. Оны да зерттедік. Қа деген маңдайды білдіреді. Мал деген сөз күні кеше жалпы жануар дегенді білдірді. Оған дейін қазақ қой ешкіні ұсақты мал деген. Малта, орыстың малы, маленький деген сөз біздің сөздер. Содан түбірінен ашылып тұр. Ұсақ мал дейді ғой мәселен. Ал енді қа, ыс, маңдайдағы күйе. Қабақ, мына жерде айтады көздің үстін. Қабақ, маңдайды бағушы. Қан деген, маңдай хан деген сөз. Маңдайдағы хан. Ең биік хан, хандардың хан дегенді білдіреді. Ондай өте біздің сөздің этимологиясы осы қа сөзінен көп шығады. Одан жеріп қажет жоқ. Енді олай болатын болса, бұл жұлдыздың аты болатын болса, бертін келе сол күн мен түннің теңелу қарсаңында жаңағы күн жыл бойына 12 шоқ жұлдыз айналып өтеді ғой. Сол кезде жаңағы тоқты шоқ жұлдызына келеді да, жаңағы Қамал деген жұлдызбен беттеседі екен. Көріседі былай айтқанда. Көрісу содан шығады бір жағынан. Екі жұлдызды. Күн мен жаңағы Қамал. Содан кейін ол қазақ амал деп айтып кеткен ғой енді. Жазылмағасын, нетпегесін, амал айы дейді. Амал келді ме, ойбай жыл келді. Бітті, Наурызға кіріскен. Оны алып біз бұрмалап отырмыз қазір. Мереке деп айтады. Ойбай, Наурыз деген ол парсының сөзі, өзіміздің амал деген сөзді алайық дейді. Амал деген сөз енді мерекенің аты емес қой, айдың аты. Ұлықтыра беруге болмайды. Оны атаған себебі бұлай. Наурыз сөзіне тыйым салынды. Совет үкіметі кезінде. Содан кейін амалға көштік. Оралда тіпті көрісу айт дейді. Айт деген арабтың сөзі. Ұлықтырып бітірдік біз.
енді аршып, санамыз тазарған, тәуелсіз алған ел ретінде аршып өз орнына қою керек. Тіпті наурыз деген сөзді, нау деген сөзді Ақжан Машанов атамыз тергейді. Нау болса дау болады деген бізде тәмсіл бар. Соны біздің сөздікті түзуші лингвистер шатасып, науды да дау деп жіберген. Ал нау деген былай екен: күн мен түн теңесер қарсаңда, сол кездегі біздің орта азиялық ғұламалар, ғалымдар таласатын болған. Қай күн, қай сағат, қай сәтте күн мен түн теңеседі. Таласып дауласатын болған. Сөйтіп, нау деген жаңа күн мен түннің теңесуі екен, сол сөз. Нау келсе, дау келеді деген содан шыққан екен. Ал енді қазақтың ырыс деген сөзі бар. Нау мен ырысты қоссаң, жаңағы құбылыстың ырысы деген болмай ма? Наурыз деген біздің сөз, әрбірден соң. Қалай сен? Енді осы амал демекші, осы шыны керек, әлі күнге дейін бір аймақтық ерекшелік сияқты әсер қалдырады. Жоқ, аймақтық емес. Жалпы халықтық, қазіргі тұрғыны айтып отырмын. Осыған көзқарасыңыз қалай? Көрісуді шығыс жақта азаматтар айтады, халықтар. Біз көрісуді білмейміз дейді. Ал Шәкәрім атамыз Ақат деген ұлына айтып кеткен, Ақаттың күнделігі бар. 14 наурыз қазақша жаңа жыл, ұлыстың ұлы күні дейді. Сосын Абай жазғытұрғы өлеңінде көрісіп, құшақтасып деп жаңағы келтіреді. Көрісу туралы бәрі жазады. Бүкіл қазақтың барлық жеріндегі саналы жаңағы білімді адамдардың бәрі жазып кеткен. Оны бір өңірдікі деуге болмайды. Өйтіп өңірдікі менің ауылым мысалы көрісті, мен соған бола мақтанатын ештеңем жоқ. Олай қазақты бөлуге болмайды. Қазақ просто жай былай айтқанда есінен танып қалды. Енді мына тақырыпқа тоқталып көрейікші аға. Мынау наурызды тойлауға қатысты бізде бір аймақтық ерекшеліктер бар ма, байқала ма? Мәселен, бір мысал айтып көрейін. Енді сіз келсеңіз, келіспесіз, мынау наурыз көже әзірлегенде байқалып қалады. Дәмдерді қосқан кезде бір аймақтық ерекшеліктер байқалып қалады. Осыған қатысты айтарыңыз қандай? Енді мына біз совет дәуірі кезінде отырықтандық. Оған дейін жалпы көшпелі болдық та, біздің дәстүріміз бірегей болды. Bir тұтас болды. Отырықтанғаннан кейін локализацияға ұшырайды халық. Әр жер өзінің климатына сәйкес, ауа райына сәйкес, сөйтіп жаңа бір дәстүрлер бейімделе бастайды. Оңтүстіктегі бөлектеу. Оңтүстікте көбіне жеміс-жидек, көкөніс тамақта көбірек орын алады. Солтүстікте мына қысы қатал жерде, мамыр айына дейін қыстан шықпайтын жерлерде жерде ет көбірек жүреді. Наурыз көжесі ет болып кетеді кейде. Ет көбірек салынады. Сондықтан ол жерде ешқандай ол рас. Ал бұрын қалай болды? Бұрын мына жерде қыстаған жоқ. Негізінен көшпелі қазақ анау шудың бойын, Жетісуды, Сырды, Құмды со жақта қыстады да, содан кейін жазға қарай, бері қарай барлығы көшетін. Сосын айтады жаңағы, қыста қазақ бүрісіп отырды, бір-бірімен араласпады. Сосын көктем келгесін жаңа жылда, наурызда көрісті, содан бір-бір көріп дейді. Күнде көріп жүрген адамдармен де көрісті. Ол емес желеу себеп. Ол жаңа жылдың келуі. Жаңа жылдың келуі көрсең де, көрмесең де көрісуің керек. Бірін-бірін құттықтау деген сөз. Бұрын открытка болған жоқ, бұрын SMS-пен құттықтаған жоқ. Бірін-бірі осылай табиғи жолмен көкіректерін түйістірген. Неге? Көкірек себебі көктен келетін энергияның көзі. Көкірек чакрасы. Кеудені араластыру арқылы, энергияны араластыру арқылы ол жаңағы бірігу. Яғни жаңа жылда, наурызда бәрі бірігіп кетеді деп есептеледі. Бүкіл ғалам бір тарының қауызына қайта сияды дейді. Әуелде басталғанда бір тарының қауызындай болған дейді. Бүкіл ғалам. Содан кейін үлкен жарылыс болып, ол кеңейген. Сөйтіп осылай түрлі планетар шыққан дейді. Ал наурызды шамасы сол сәтпен астастырады. Яғни бастау. Уақыттың, кеңістіктің бастауы болып есептеледі наурыз. Оның құдіреті де, қызығы да, бастысы да сонда. Түсінікті. Енді мынау наурызда күн мен түн теңеледі дейміз ғой. Енді өзге де халықтық, ұлттық мерекелерге сол ерте заманда
халықтың өмірінде, тіршілігінде маңызды орын алған сондай мейрамдарға тоқталып көрейікші енді. Мәселен, мизам деген бар екен аға. Қазіргі енді жұрт білер, білмес, бәлкім белгілі бір аймақтарда есінде бар шығар әлі күнге дейін. Мұнда енді бір қызығы күздегі күн мен түннің теңелуі дейді. Осы не дүние аға? Енді бұлай біз бәрін былықтырып жатырмыз, шатастырып. Мизам деген мереке жоқ. Ондай жоқ, Мизам шуақ деген сөз бар. Бұны орыстарда бабье лето дейді. Біз оны калькамен кемпір шуақ деп алуымызға болады. Себебі мына күн мен түннің күзгі теңелісі бар ғой. Сол кезде соңғы шуақтар сәйкес келеді күн мен түннің теңелісінде. Яғни күн өлуге бет алып баратыр ғой. Күн қартайып баратыр ғой, күннің сәулесі. Желтоқсанда өледі ғой. Иә. Міне сол кезде мизам шуақ болады. Соңғы гүлдеу. Жаңағы әйелдердің 40-50 жасында бір соңғы гүлдеу болады деген не бар ғой бізде жалпы. Сол секілді. Ол мереке емес, бірақ күн мен түннің күзгі теңелісіне сәйкес келетін біздің түркілерде сабатой бар. Сабатой. Шубашсарда ол басқаша аталады. Ол да түркілер. Дегенмен ғұрыптық маңызы бар ғой? Бар, ғұрыптық маңызы бар. Сосын біздің қазақта сірге жияр деген бір ғұрып бар. Ол да мереке деп атау, бәрін мереке қыла береміз. Бірақ мереке артынан мереке айналады ғой. Сірге жияр деген мына бұл күзде. Күзде болады, себебі мына сауын маусым бар ғой. Сірге деген мына қымыздың бетіндегі түртік майлар. Сары. Иә. Сірге жияр деп соны, яғни майы бітті, енді тек сылдыр су әрі қарай болады деген сөз ғой. Сірге жияр деп сонымен, яғни маусымды жабу рәсімі. Демек бұл уақытта шөптен де қуат кетеді. Шөпті бәрінен қуат кетеді. Иә. Бірақ негізінен сол малдың семіретін кезі. Ал енді керісінше мамыр айында жаңағы қымыз мұрындық болады. Қымыз мұрындық керісінше сауын ашар ғұрып. Енді осы қымыз мұрындыққа тоқталып көрейікші. Бұның бір ғұрыптық салты, өзінің жоралғысы қалай еді? Қазір бізде бар ма? Бар болса, әсіресе енді тағы аймақ деп айтамыз ғой, ағайын, бір аймақтық ерекшелікке сақталып қалған түрі бар ма? Бұлай енді. Мына тәуелсіздік алған тұста осы жерде Априза деген апамыз болды. Марқұм ковид кезінде қайтып кетті. Өте рухани ап екемет менің. Сол кісі бастаған қымыз мұрындық Астанада күрлеп жыл сайын болатын. Енді қазірде бар, мына Жезқазған маңында бәрі қымыз мұрындық жасайды міндетті түрде. Ауылда қымыз ашытатындар, сауатындар, жылқы сауатындар, бие сауатындар. Негізінен бие байлайтын аймақтарда, бие байлайтын аймақтар. Оның енді жалпы бұның ғұрыптары бәрі жиналды негізінен. Оның кәдімгі үлкен қымыз мұрындық деген менде концепция бар, тұжырымдама. Сабатойға арналған тұжырымдама бар. Енді бізде Жем бойында деген ғалым Ахметов деген атамыздың романы бар. Жем бойында деген енді Ақтөбе төңірегіндегі мына патшалық Ресеймен арадағы біздің тәуелсіздік сүйгіш аталарымыздың арасындағы текетірес жазылады. Әзберген деген батыр туралы. Сонда қымыз мұрындық бергендігінен басталады бірінші тарауы. Сонда бір бай қымыз мұрындық береді. Яғни жаңағы жақсылармен жайсаң жинап, малды сойып, қымызды арнайы ашытады, үлкен кәдімгі. Ол кезде сабаның неше түрі болған? 3 тонналық, 5 тонналық. Көрдіңіз бе? Мысалға, біз неге Астанада қымыз мұрындық жасамасқа мысалға? Мына сауын маусымы бар ғой. Осы жердің барлығы сиыр сауат, қымыз бие сауат. Мамыр айында мен талай рет ұсындым, бірақ қабылдамайды да. Жаңағы мына сүт шығарып жатыр, сүт өндіретіндер. Мына сабаның түрлі, біздің баяғы. Соны бір бутафор қыласын ба, шынайы жасайсын ба, кәдімгі сабалардың неше түрі болған. Сіз жаңағы концепцияңыз айтып отырсыз ғой? Соған жаңағы арбаға салып, түйемен тасыған суреттері бар. Енді оны, мысалға, Европада сыраның мерекесі бар. Қымыз мұрындықтан басталып тұр ғой соның бәрі. Өйткені біздің ғұндар Европаны жаулап алған кезде басып кеткен ғой. Сол кезде олар бозаны сыраға айналдырып жіберді. Содан сыра мерекесі қазір, мысалға, Германияда үлкен кәдімгі ғұрып
жыл сайын болады. Сол секілді істеуіміз керек қой. Оның бәрін қазір бұрын қалай болды, олай болды, ол көп, оны айтсам қазір аузым көпіріп, оның бәріне деректі фильм арнау керек, оның бәрін көрсету керек, оны өмірге енгізу керек. Өтірік мерекелер бар бізде, алғыс айту, анан айту, мұнан айту. Ол шынайы емес. Біздің шынайы өзіміздің дайын дүниелеріміз дайын тұр. Бәрі зерттелді, бәрі концепция жасалды, бүкіл атрибуттары орнына келді. Мысалға Наурыздың мына Наурызек деген торғай бар. Әдемі көгала торғай. Сол келгенде Наурызым келдің бе деп кәдімгі қазақ өлең айтып соны қарсы алған. Ол жылқысы деп аталған. Сол секілді Наурыз келгенде қарды, мұзды тесіп шығатын бәйшешек бар. Ал енді біз қазір қызғалдақты Наурыздың мерекесі несі деп жүрміз. Қызғалдақ деген көктемде шықпайды. Қызғалдақ Сабатой, қымыз мұрындық кезінде шығады. Күн қызғанда, құм қызғанда шығады. Яғни ол Сабатойдың таңбасы, белгісі. Соның бәрін орнына келтірдік. Бәрінің логикасы бар, қисыны бар. Негізінде Сабатой деп айтқан дұрыс па, қымыз мұрындық деп? Екеуінің бір-біріне қарама-қайшы жоқ па? Екі бөлек. Қымыз мұрындық жай ғұрып, Сабатой мереке. Қымыз мұрындықты және жаңа байлар берген деп қалдыңыз. Байлар берген, мен соны айтып отырмын. Қазіргі кезде кім беру керек? Қазіргі кезде міне сүт өндіріп жатыр, айран өндіріп жатыр, қымыз өндіріп жатыр. Солар бірігіп ассоциация құрасын ба, клуб құрасын ба, бірігіп жасауға болады ғой. Міне отырмын мен сіздерге сценарий дайындап берем. Соны өткізейік мысалға биыл. Достық дегенің сол. Ассамблея неше түрлі сусындар бар ғой біздің. Әр этностардың, ұлттардың. Бәрін біріктіріп жіберейік. Жәрмеңке жасайық, көрме жасайық. Ал Сабатой Наурыздан да артық мереке. Мына қаланың сыртына көзің елестет, 500 киіз үй тігіп тастап, неше түрлі ұлттық спортты 2 күн, 3 күн бойы. Ол деген этно туризм айналады. Мына жерде жаңағы Бозоқ деген жеріміз бар, 400 гектар жер босқа жатыр. Не істерін білмей отыр Мәдениет министрлігі. Осыдан бастамаймыз ба? Енді сөзден сөз, ойдан ой шығып жатады ғой. Қымыз туралы айтып қалдыңыз. Енді жаңа Сабатой да, қымыз мұрындық та енді осы тақырыпқа орай айтылып отқан ой. Мынау сөз арасында 3 тонналық, 5 тонналық саба болған айтып жатырсыз. Бұны енді көлемін көз алдыңызға елестетіп көрсеңіз де енді өте қызық. Енді қазақта қымызға қызара бөртіп деген сөз бар, осыған тоқталып көрелікші. Өйткені енді мына қазақтың әртүрлі ғұрыптық, салттық, мерекесі, дәстүрі болсын, осындағы енді қымыздың орны дегенім ғой. Мына қымыз мұрындық өткізіп жүрген кезде, бәлкім қымыз ішу мәдениеті қалай, осыған қатысты. Қымыз мұрындық өткізіп жүрген кезде қымызды зерттеушілер 40-тан аса 50-ге тарта қымыздың түрін, оның рецептілерін жариялады. Мысалға, балғымыз болады, сарғымыз болады, неше түрлі атаулары да бар. Бабына келгені бар, ашшығымыз, тұшшығымыз, неше түрі бар да. Ол мәдениет емес пе? Біздің атты жылқыны қолға үйреткенімізге 6000 жыл болатын болса, ол босқа кеткен жоқ қой. Соның барлығы біздің бойымызда, ойымызда, қолымызда ғой. Соны неге паш етпейміз? Дайын тұр барлығы да. Мысалға оның бата берет арнайы. Жаңағы құлын майлау деген бар, желін майлау деген бар. Жаңағы желіге келіп, құлынның маңдайын майлайды, биенің желін майлайды. Оның барлығы жаңа ырымдар. Оның барлығы мифологиялық жоралғылар. Анау сауын көп болсын, қымыз көп болсын, жеріміз шүйгін болсын, шөбі, малымыз жаңа індеттен аман болсын деген сияқты, соның барлығын жасаған бұрын. Ондайлар көп. Оны біз қазір тек сөз қылумен отырмыз. Іске қашан көшеміз деп мен қайта қақсаймын соғысты. Қымызға мас болу мүмкін бе деп жатқаным ғой? Мүмкін. Тіпті мына соңғы кезде біздің айдаушылар, көлік айдаушыларымыз қымыз ішкендер қолға түсіп қалады. Өйткені ол 8 градусқа дейін, 10 градусқа дейін кәдімгідей анау масаңдық құрамы бар. Ол енді сыраның деңгейіндегі нәрсе ғой. Осыны кімдер ішкен деп жатқан ғой кезінде? Жас жігіттер шығар енді. Әлде бәрі ме? Жас жігіттер. Енді қымызға қызып алып,
төбелес шығаратындар болған. Кәдімгі не ғой енді ол да. Қымызға тойып алып қызға қырындайтындар болады. Кәдімгі адам болғасын бәрі болады ғой. Ол деген кәдімгі өмір. Ал соны біз қазіргі біздің мәдениетімізге айналдырсақ, онда қолдан жасалған небір кока-колаларды қазір. Кока-кола мысалға біздің дәстүрлі сусын ретінде тықпалап жатыр қазір жарнамамен. Ал өзіміздің дәстүрлі қымызды біз жатырқап отырмыз. Көжені жатырқап отырмыз. Қара көже, ақ көже, неше түрі болған көженің. Соның барлығын неге біз сусындардың жарнамасын жасамаймыз? Міне, маусым айында Сабатойда бір үлкен шара жасауға болады. Сонда біздің ұлттық сусындар дүниеге қайтып келеді. Әз бозалар тұр дүкенде, көжелер тұр. Өтпейді жұрт деген оны жатырқайды. Одан көріп кока-коланы ішкен жақсы. Етті жеп алады да кока-коламен айдайды. Ол денсаулықты кетіріп жатыр қазір. Сіздің ойыңызша әттеген ай дегізетін халық осыны ұмытып жүреді, білу керек еді, осы өмір салтымызға қайтып келуі қажет еді дейтін қандай бір халықтық сипат алған, немесе халықтық, ұлттық ұмыт қалған мереке бар? Мейрам дейік немесе. Енді мақсат жаңа айттым мен, ұмыт қалған Сабатой, қымызмұрынды там-тұмдап келіп жатыр. Сабатойдың атауын мен әлеуметтік желіден Сібірдегі баяғы Көшімханның жұртында қалған татарлар деп аталады өздерін. Сабатойды солар жазды. Содан мен алдым, қалпына келтірдім атауын. Оны татар ағайындар Сабантоймен шатастырып жүр. Сабантой деген бар ғой. Иә, жазда Сабантой болмайды. Сабан деген кәдімгі егіннің, күзге салым. Иә, саломды орысша салом дейді. Олда да қазақтың сөзі шөп шалам деген, салам деген сөз. Сондағы сабан, ол күзде болады. Сабантой тек татарлар емес, қазақта да болған. Өйткені біз тар еккенбіз, арпа еккенбіз. Біз тек атқа шауып алып, әрлі-берлі шауып жүрген көшпелі деп бірыңғай емеспіз. Бізде бәрі болған. Отырықшылық та болған. Соның барлығы бірігіп, ұлы мерекелерде бәрі жайнап кететін болған. Нартуған деген мереке бар. Қыста, күн өлгенде. Нартуғаннан Рождество шығып тұр. Христиан діні жасақталған кезде, оның көбі қолдан жасалған, оны тіпті мен емес, Мұрат Әжіде көп деген тарихшылар оны мойындайды. Біздің түркінің көп мына ғұрпы христиан дініне енгізіліп кеткен, кіріп кеткен. Жаңажылдық елка дегенің сол, ел деп жүргеніміз. Көп нәрсе, атрибуттар жаңағы. Нартуған соның бірі, е? Нартуған соның бірі, Нартуған Рождество. Ол әуелде күннің туған мерекесі болатын болса, ал дінге айналған кезде ол Христостың туған күні қылып бейімдеп жіберген соған. Өйткені Еуропадағы бағынбай отырған ғұндарды бағындыратын тек қана оның әдет-ғұрп екенін білгенде, соны былықтырып дінге кіргізіп жіберген. Енді ертеде сол Нартуған мерекесінде нелер атқарылады, қандай жоралғылар болады деген? Оны енді толық 100% қалпына келтіре алу қиын, бірақ та там-тұмдап алсаңыз, мысалға мына біздегі бауырсақ бар ғой. Бауырсақ ол күннің бауырлары деген сипаттағы нәрсе. Сақ, шақ деген күннің бір атауы. Шақ деп бізде бір күн уақыттың мезетін айтады. Солай ғой. Мен келген шақта. Иә. Сақ деп, мысалға мен қойшының баласымын, қыстан қалған ана шөптің ұсақ желінген нәрсені сақ дейді. Ұсақ нәрсені. Яғни барлығы күннің бір бауырлары дегенді білдіріп тұр. Және қазақ бауырсақты шашып тастайды. Дастарханға. Ол күннің сәулесі сияқты жайылсын деген әңгіме. Міне осы Нартуған кезінде сияқты мерекелерде арнайы пісірілетін, қазіргі айтқанда печенье. Ал қазіргі печенье бар, түрлі түсті. Осының барлығы осы Нартуғаннан шығады әрбірден. Бауырсақта сол күні пісірілген бе сонда арнайы? Менің сіздің зерттеуіңіз бойынша. Пайымдауымша солай. Ал енді мына шелпек бар емес пе? Шелпек ол айдың дөңгелек. Бір-біріне жинақ қояды. Әдетте ол шелпекті қайғыда, қаралы күндерде пісіріледі. Оны сосын бөліседі. Жапырақтап. Иә. Қайғы бөліссе азаят дейді. Оның барлығы ғұрыптар. Оның айта берсең танымы, біздің халықтың әрбір қимылы, әрбір әрекеті
ғұрып пен мәннен, мағынадан тұрады. Оның түбіне жете алмайсың. Оны қазіргі кезде іске асыру керек та, өмірге енгізу керек. Енді мынау Мысалға сөзің аузында соқыр деген ойын бар. Соқыр деген ойын көзді байлап, балалар бір-бірін қуалайды. Біреу көзін байлайды да қалғанын түртіп, ананы қуат, ана біреу ұстап алу керек. Бұл мына нар туған кезіндегі ана түн ұзарды ғой. Күн өлген кезде сол ұзарған түнді келемездеп, соны кемсіту ойыны болған. Дәл сол ойын соқыр таға деп Мари ел бар ғой, Мари, фин-угор. Солар да бар. Шубаштар да бар. Ең ежелгі. Соны біз балалардың ойыны деп жүрміз. Ал ол ғұрып болған негізінде. Көрдіңіз ба? Кез келген нәрсенің артында үлкен мән мағына жатыр. Енді мынау қазақ туған күн тойламаған дейміз. Осыған этнограф ретінде айтарыңыз қандай? Мұның сыры неде? Немен байланысты? Жалпы бұрын қай халықта туған күн тойламаған. Өзі қай халықта? Қазақ қана емес. Қазақ қана емес. Ол туған күн тойлау 20 ғасырдың жаңалығы. Ал Қазекең мына жаңа жыл келгенде 14 наурызда көріскенде үлкендер жасың құтты болсын деп бата береді. Жасың құтты болсын деген сөз, туған күнің құтты болсын деген сөз. Яғни жаңа жыл, наурыз бүкіл қазақтың туған күні. Бір жылға бәрі есейеді. Ал қай айда? Ол астрономиялық. Есеппен алғанда солай. Болды? Оның басын қатырмайды. Әр күн туған күн анаған ойбай сыйлық барады. Ойбай ұмытып кеттім, кешір. Ондай әуреге түсіп қажеті бар ма өзі? Сізіңше қазірде қажет жоқ? Қажет жоқ. Не керек ол? Ұсақ тек. Енді ертедегі қазақтың той, мереке ұйымдастыру салты қандай еді? Мәселен, үлкен сондай мерекеде тіпті отбасылық болсын, немесе халықтық сипат алған мерекелер болсын, сондай шараларда кімдерге қандай міндеттер жүктелетін мәселен? Оның да өзінің бір иерархиясы болды ғой? Әрине. Мысалға, мына біздің халықтың барлық әдет ғұрыптары бар ғой, негізінен мына аталастардың ауқымында, жеті атаның туыс қой. 8 атадан кейін туыс болмайды, 7 атаға кіретіннің барлығы бірімен қандас аталас болып есептеледі. Соның ауқымында болады негізінен. Енді байлар мысалға, ол енді ұлттық деңгейде, өңірлік деңгейде кетеді. Олардың масштабы ауқым бөлек. Сағынайдың асы бүкіл қазақтық ас беру болған мысалға. Енді қалай жаңағы ұйымдастырады дегенде, біріншіден бата береді ақсақал. Ақсақалдар жаңағы аталастардың ақсақалдары отырады, бата береді. Сосын сол жерде жігіттер, ересек азаматтар отырады да ұйымдастыру алқасын құрады, комитетін. Сосын сен мұнан істейсің, сен мұнан істейсің. Байлар алады да мұнша малын ортаға салады. Сосын киіз үй қанша тігіледі, қонақтар күтіп алатын. Олар әңгіме болады, олар шешіледі. Оларға әрбір оның жаңағы ыдыс аяғына келіншектер бөлінеді. Қазан ошағына. Сойыс малы. Сойыс малы кім сояды? Жаңағы ол кезде үлкен тай қазандарды еркектер от жағып соның бәрін қараған әйелдер емес. Әйелдердің күші келмейді. Қазіргіше жаңағы келіндер салпақтап жүрді деген ол өтірік. Ол баласын бағып жүрген. Тек анда-санда жаңа жарқырап, кесемен жаңа қымыз беріп, шұбат беріп, неткен болмаса. Дастархан жайған болмаса. Сондай. Сосын мысалға ас беру кезінде ет таратады ғой, асты. Ас дегенің кәдімгі құрбандық шалынады. Ас беру деген үлкен бірнеше құрбандық шалынады. Жылқы, жаңағыдай малдар. Соның етін асаба деген, қазір тойды басқарып жүр ғой бізде. Асаба деген ас деген сөзден шығады. Астың абасы, астың апасы. Ап деген абы, ап. Ежелгі басқарушы дегенді білдіреді. Абыз деген бүкіл тайпаны басқарушы мысалға. Сол сияқты ас аба, асты басқарушы. Ол жаңа кімге қандай табақ, соның бәрін басқарып тұрады. Қай отауға қандай, қай киіз үйге, қай қонаққа қандай ас табақ істеледі. Демек тойдың өзін басқармаған ғой, ас жағын ғана, Асты басқарған, асты бөлген. Тойды енді той аба деп керек. Расында енді осы асаба
ұғымы қай кезден келген бізге? Мәселен, жаңа тойдың ұйымдастыру тәртібін айтып отырмыз ғой. Сол тойды басқару расында кімге жүктелген? Сол әулеттен бе, әулеттен немесе кімге, соның ішінде деген сияқты. Енді ол масштабқа, ауқымға байланысты. Тойдың, Иә, мысалға Сағынайдың асы, ол енді бір сол Сағынайға қарайтын бүкіл ұруға жүктеледі ғой. Ұрулар ол енді бүкіл қазақты шақырып жатыр. Ойбай Сағынайдың асы деп ол сол Сағынайдың бүкіл тұқымы, жеті атасы бәрі кіріседі ғой соған. Сонда да негізгі бір адам жауапты болады ғой енді. Енді ол жерде бір адам емес, бірнеше адам. алқа болады да, оның бәрі ақсақалдарға есеп беріп отырады. Ақсақалдар бақылап отырады ғой. Өйткені ана бір мысалға көрнекті қайраткерді бір дұрыс емес үйге бөлсең, ол үлкен айқай дау болған талай. Соның бәрін болдырмас үшін бәрін есептеп, соның бәрін бақылап отырады ақсақалдар. Ренішін қалай білдірген? Реніш сол жаңағы келеді да, кеттік дейді, кетіп қалады жаңағы бүкіл. Мысалға бір ру кетіп қалуы мүмкін. Бір делегация деген сияқты ғой. Иә. Ол кезде біреуге қарайды ғой, бір ата басқарады, бір би басқарады. Мысалға, ол жерде билер бар, оның барлығы мандаты бар кісілер ғой енді. Олар жаңағы маған құрмет көрсетілмеген, бүкіл менің тайпама, еліме құрмет көрсетілмеген деген сияқты. Кейде сондай әдейі саясатпен солай жасалған да әдейі өзара. Ол енді ішкі даулар, ішкі баяғы есептер, есесін қайтару үшін, есесін қайтару дегендер болады оның барлығы. Сосын жаңағы бәйге кезінде неше түрлі қитұрқылар болады. Оның бәрі халық болғасын бәрі болады. Бізге ол жағы маңызды емес. Бірақ жаңағыдай енді оның барлығы, ондай шаруаның барлығы мына біздің әдебиеттерде көрініс табады ғой. Романдарда, Абай жолы секілді, Қан мен тер секілді тарихи біздің әдеби туындыларда, фольклорда, жырларда көрінеді. Мысалға. Осының бір ғұрыптық маңызы мен қазақтың салт дәстүріндегі халықтық дүниетанымдағы маңызына тоқталып көріңізші. Мына Зейнолла Самашев деген археолог ағамыз неден Берелде ме, мына шығыстан кәдімгі қорғаннан үйік. Содан жаңағы жылқының етін тапты. Суреті бар, бәрі бар, қойдың басы бар, жамбасы бар, кәдімгі астауда, тегенеде, сол күйінде кәдімгі жерленген адаммен бірге. Яғни сол кездегі танымға сәйкес. Яғни ас деген сөз, қазір бешбармақ деген сөздің өзі о баста ас қой. Ас деген аспан дегенді білдіреді. Яғни көкке құрмет көрсету, көкке ас беру дегенді білдіреді. Білдіңіз ба? Соған құрбандық шалып, жаңағы әруақтарға сондай құрмет көрсету дегенді білдіреді. Ол таза ет болған. Қазірдің өзінде көпке дейін, күні кешеге дейін табақ етті сол күйінде мүшесімен алдыға қояды. Ол бешбармақ емес. Бешбармақты деген атауды Ресей патшалығына кіре бастаған кезімізде, бодан бола бастаған кезімізде 18 ғасырдың ортасынан былай қарай орыстың тілмаштары, татар, башқұрт тілмаштар солай бешбармақ деп орыстарға түсіндіру үшін айтып жіберген. Соны біз қазір бешбармақ, беш деп отырмыз. Ол енді біздің өзіміздің бас тағамды мазақтау. Расында да әрі қарай тарқатып көрсек, сіз айтып отырған мына табақ тарту, жаңа асқа қатысты сол кезіндегі, ертедегі қазақтың той томалағы болсын, мерекесі болсын, ас болсын, сондағы енді жайылатын дастархан бар ғой. Енді заманауи тілмен айтсақ, мәзір дейміз ғой, енді ас мәзірі. Осыған тоқталып көрелікші, не болды, не қойылатын еді, жаңа бауырсақты айттыңыз. Енді ол біздің қазақтың тамағы табиғи да. Қазақтың өзінің өмір салты секілді, ол еттен, сүттен тұрады, көкөністен өте сирек. Осыларды неше түрлі құрт қылу, сүзбе қылу, олар сарысу дейді, балқаймақ дейді, соларды өңдеу арқылы. Еттен қуырдақ, неше түрлі нелер бар ғой. Шұжық, бұжы, соның өзін қазір біз игере алмай жатырмыз. Қазір бұжы, мысалға сиырдың етінен бұжы жасалған. Қазіргіше айтқанда енді шұжықтың сиырдың етінен жасалған түрі. Қазір біз колбасаны шұжық деп қазақшалап жүрміз. Ол дұрыс емес. Колбаса шошқаның етінен жасалады. Оны енді айтушылар қолбасы деген сөз. Қолдың басындай
ет дегеннен шығады, колбаса деп жүрген мысалға. Соның бәрін біз қалпына келтіруіміз керек та. Ал енді ас табақ тартудың 50 түрлі ас табақ болғандығын айтылып, қазір этнографтар солай айтады. Оның енді көлеміне байланысты, мазмұнына байланысты, түріне байланысты неше түрлі аталады. Бас табақтан бастап дейсіз ғой. Иә. Құда табақ бар. Енді қазір бұна шетелден келген адамдарға қазақтың дәстүрі деп қойдың басын қояды. Олар сосын одан жеркеніп отырады, ондайды қою керек. Қойдың басы ол қазаққа ғана бұйырған дұрыс қой. Оның қадір тұтатын өзіміз. Оларға басқа тағам көп қой. Соны бер. Болды. Ал этнограф болса, онда оған көрсету үшін жаса оны. Осындай нәрсені біз ешқандай ойланбай жасаймыз. Сөйтіп мазақ болып жатырмыз. Ол дұрыс емес. Енді түрлі атрибуттарын, элементтерін айтып отырмыз ғой, аға. Осыдан 2 немесе 3 ғасыр бұрынғы қазақтың тойын көз алдымызға елестетіп көрелікші, мәселен. Бұл үйлену тойы болуы мүмкін, немесе қыз ұзату тойы болуы мүмкін. Қазақта енді сөз бар ғой, 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізіп дейді. Осыны бір елестетіп көрсек көз алдымызға. Қалай өтетін, қандай ойындар болатын, мәселен. Елестетейік. Енді 30 күн ойын, 40 күн тойына байланысты айтақ, ол енді кедей-кепшіктің тойы емес. Ол сол қазақтың беткүстар іргелі адамының, байлардың, билердің тойы болады. Олар алдын ала бірнеше жыл бұрын дайындалады өзі. Оған арнайы тіпті киіз үйлер жасалады. 1-2 жыл бұрын мысалға. Оған үлкен кәдімгі неше түрлі, небір үйір жылқы жұмсалады оған шығынға. Қазір мезептегенде. Сондықтан оның барлық бүге-шүгесі қаралады. Қанша үй тігіледі, оның бәрі есептеледі, қанша адам шақырады, кімдер шақырылады, олардың әрқайсының орны, үйінің орны, оның малы, сойыс малы, барлық есептеледі. Содан кейін жаңағы алты бақандар тігіледі. Алты бақандар әдетте кешқұрым тігіліп таңға дейін ойналған. Бұл жерде алты бақан Наурыздан шығады. Наурызда айтып отқасын айта салайын. Оның бір жағында қыз, бір жағында жігіттің тербелетін себебі ол күн мен ай. Күн мен айдың тербелісі, соның маятнигі қазіргіше айтқанда. Түнімен тербелетін себебі ол ойын емес, ол жерде ереже жоқ ойнайтын. Соны тербетіліп отырып, жаңағы ойын сауық, ән айтылады. Түнді таңда қарсы алу қысқасы бұл да. Жақсы көңіл күймен. Иә. Енді ғашықтар жаңағы өздерінің ғашықтық жаңа сезімдерін білдіріп жататын шығар. Ақсүйекте сол ақсүйекті лақтырып жібереді, ол ақсүйекті кім іздесін, ол деген қыз бен жігіт кетеді қол ұстасып, былай айтқанда. Яғни ол сол далалық мәдениеттің, далалық талғамның, далалық тәрбиенің көріністері бұның барлығы. Енді мен той танушы емеспін. Қазіргі кезде тойды көбірек сөз қыламыз, біресе жамандаймыз, біресе мақтаймыз. Қайткенде де той қазақтың бір болмысы. Одан бас тарта алмаймыз. Бірақ заманға сәйкес тойдың да мобильдік нұсқасын жасауымыз керек. Әрі кеткенде 5 сағаттан артық керегі жоқ. Әбден мезі болып шаршап кетеді адамдар. Иә? Ал бұлай 2 сағат, 3 сағаттық тойға үйренуіміз керек. Сапалы, және осы тойды желеу қылып бір сырласып қалайық дейтін адамдар болады. Қазіргі мына Совет үкіметінің өзінде жүйелі болатын той. Мысалға, келін түсірген кезде келін түске дейін түседі. Қазір түн ортасында 12-де алып қашпайды қызды. Қызды ұзатқанда таңертең 10-11-лерде ұзатып жібереді. Күндіз ұзатқанда. Иә, күндіз. Неге? Қазақ күнді тергеген. Күндізге табынған, күнге табынған, жарыққа табынған халық ретінде күн өзінің ұясына қайтатын кезде ол іңірге қарай кетіп жатыр. Сонымен бірге процесс қайтады. Бізге қайтатын процесс емес, бізге өрбейтін, өсетін процесс керек. Ал ол таңнан түске дейінгі уақыт. Энергия да соған сәйкес болады, қуат. Ол ғаламдық энергия. Ол жай күннің түсіп тұрған жарығы емес.
осының бәрі есептелген. Сондықтан түседі, түске дейін келінді бетін ашқанда сол аталастарға, тума туыстарға бетін ашады. Кім көрінген жаңа сұлу жақтар, класстастар шақырып алып, жаңа ресторанға жаңағы келінді түсіріп алып, сосын алып келіп бетін аштырып жатамыз ғой қазір. Ол аттағанда табалдырықтан, иә, шымылдықпен алып жүреді. Шымылдық деген жаңағы екі дүниенің шекарасы. Ұзатылған қыз о дүниеден бұл дүниеге, ол ұрудан бұл ұруға, ол әулеттен бұл әулетке көшетін жан. Соны көшіреді шымылдықпен әкеліп. Ешкімге көрсетпейді. Шымылдықтың ғұрыптық маңызы осында ма? Иә. Сөйтіп көшіреді да, ол жан болғанда жай ғана, ол қыз емес, бой жатқан келін емес, ол бір мына жан деген ол ғаламдық субстанция. Оны сақтау керек, оны тіл көзден, бәледен сақтап, жаңағы шымылдықпен алып келеді. Екі жағынан жеңгесі қолын ұстап, қолтықтап. Содан кейін барып, жаңағы сол елге келген әулетке таныстырады. Ұруды, әулетті бұған таныстырады келінге. Яғни кіріктіреді сөйтіп. Ал қазір біз презентация жасаймыз. Көрдіңіз бе? Мәні басқа ғой. Содан кейін барып, беті ашылғаннан кейін барып, келін кәді бетін ашып, орамалын тағып, келін болып әрі қарай жүре береді. Совет үкіметі кезінде той күндіз істеледі үлкен кісілерге. Беті күндіз жаңағыдай ашылады. Болды. Кешке жастарға вечер дейді. Вечер деген кешкі. Ол жастар өздерімен өздері болу керек жастар. Ал біз бәрін Наурыз көже жасап жібердік та, үлкенде де, кішінде бәріне де қаламыз да, бәленбай ресторан жалдап, сосын айқай шу жаңағы, бірмен бір үлкен кісілер сөйлескісі келеді, құрдас, жылына бір рет сол тойда кездесіп отыр, ол қалды. Демалыс жоқ, тойдың дәмі жоқ, тек көрермен бәрі де, көрермен. Олай болмайды ғой. Қазір тойға қатысушы да тұтынушы. Потребитель, клиент. Сенің қонағың, онда соған жағдай жасау керек. Ал сен байлығыңды көрсетіп, шайлығыңды көрсетіп, мықты екеніңді, оның керегі жоқ ондай демонстрация. Мен мынау ана 2-3 ғасыр бұрынғы ертедегі қазақтың тойын елестетіп көрелікші деп айтып отырған себебім, жаңағы айтып сөз арасында айтқан үлкен астар бар ғой. Ол енді тарихта білеміз, сондай астар қалып қойған. Сағын айдың астынан бастап көптеген астар. Енді фольклор есептемегенде осында елдің есінде қалған тойлар қазақтың ертедегі немесе 18-19 ғасыр болсын бар ма деп жатқаным ғой. Енді ондай бүге-шүгесіне дейін жазылған, анау мұнан істейді, мынау мұнан істейді дегендерді елестету қиын, жазылмаған ондай. Жалпы ішіп желінеді, оның арты үлкен жаңағы тіпті кемпір күреске дейін күрес болған. Тойда? Иә. Ол кеше совет үкіметі кезінде де сөйтіп мәз-мейрам болатын. Былай айтқанда. Неше түрі болған. Мешкейлердің жарысы болған. Жаңағы ат жабысың өз алдына, палуан күресің өз алдына. Кәдімгідей осындай той ғой, оның енді қалай елестетесің оны. Қалай елестеткенде де одан артық бірақ жүйелі, жаңағыдай өзінің ауқымы, масштабы бар. Бізде ертеде отбасылық маңызға ие болған, ал қазір жалпы халықтық сипат алып кеткен бір мерекелер бар ма? Өзіңіз айтып отырғандай бір әулет қана тойлаған, атап өткен. Жоқ, мысалға әулеттегі мына аталастардағы бұл мына шілдехана, баланы қырқынан шығару, сосын жаңағы тұсаукесер, беташар, осындай ғұрыптық, әулеттік нәрселер бұлардың барлығы. Ал енді жалпы қазақтық мереке жаңағы Наурызға қатысты, болмаса көштің өзі, жазға қарай көштің өзі мереке болып есептеледі. Кәдімгі бәрі араласым бидай, қыз келіншектер өз алдына жаңағы Қыз жібек фильмінде көрсетіледі ғой. Міне осы қазақтың тойы деген. Одан артық айтып жеткізе алмаймын мен. Сол жердегі моменттер, жаңағыдай сәттер, жаңағы кімнің қыз жібек пен төлегеннің жаңағы бірін-біріне түнгі жаңа көріністері, қандай иба,
қандай ана төсектен аттамау. Көрдіңіз ба? Әлі олар бет ашылған жоқ мысалға. Бізде ондай жоқ қой. Осының барлығын жинап термесе, оны бәрін ауызбен қотарып, қазір көз алдыға жеткізіп қойын. Бұған деректі фильм керек. Оны өз алдына жанрмен беру керек. Қазір мен субъективті жеке пікірімді айтам, ол жалпы толық көріністі бере алмайды. Енді мынау қазақтың өмірінде, тұрмыс салтында сал серілердің ауылға келуі үлкен бір мерекеге ұласатын. Ол рас қой. Енді мұның бір визуалды бір тұрғыдан қазіргі көпшілік енді Біржан Сал фильмінен де көруге болатын шығар. Сал серілердің ауылға келуі, оларды халықтың күтіп алуы, осы сал серілердің қазақтың той томалағы, қуанышы болсын, осындағы рөлі қаншалықты болды? Енді бұны мен мынау сол фильмнің сценарийін жазған ағамыздан артық айта алмаспын. Бұл жерден де тек фильмге қатысты емес. Иә, жалпы. Мысал ретінде келтірдім енді фильмді, визуалды тұрғыдан енді қазіргі көпшілікке. Жалпы енді қазіргі сал серілерді ол мына Ресей патшалығына қарағаннан кейінгі қалыптасқан сал серілік көрініс ол. Оған дейін ол басқаша болған. Басқаша, иә. Өйткені мына соғысқа қатысып келгеннен кейін, иә, мысалға. Жаугершілік кезде жаңа батырлар елге келгеннен кейін бейбітшілік уақытта оларды кәдімгі халық еркелеткен. Не істеймін десе соны істеген. Түсіндіңіз ба? Ал ол кезде жаңағы қылышпен жүреді, немен жүреді. Ал енді патшалық Ресей оған рұқсат еткен жоқ. Ол кезде енді басқа жаңағы форматқа түскен сал серілік жаңағыдай. Неше түрлі киініп жаңағы аттан неше түрлі ойын ойнап, түрлі жаңағы киім-кешектер, костюмдер киіп, жұртты күлдіріп, оларда жаңағы халықтың еркелеткеніне соған лайық болуға тырысқан. Қыз-келіншектер екі бастан жаңағы енді батырлар мысалға. Ол Европадан айтқанда рыцарлар. Көрдіңіз ба? Яғни халықтың еркелері олар. Сондықтан оны жаңағы аттан құлап жатады, оны көтеріп атады, кәдімгі көтеріп әкеліп. Оның барлығы бір жағынан ойын, екінші жағынан сол батырлыққа, ерлікке құрмет. Бертін келе ол жаңағы бір сал серілер өнердің көзі болып кетті да, өнерпаздар болып кетті. Оның түбі басқа болған. Алғашқы мағынасы. Иә, алғашқы мағынасы. Яғни жаңағы тағы айтамыз, әр дәуір қоғамның сипаты. Бұрын қазақ еркін болса, патшалық Ресейде ол тәуелсіздіктен айырылғаннан кейін соған сәйкес жаңағы пайда болды. Сол зар заманға сәйкес келді. Содан кейін 18-19 ғасырлар сал серілердің дәуірі болып кеткен сондықтан. Оның ар жағында дәл ондай сал серілік жоқ. Басқаша. Ал енді мынау қазақта бір отбасылық деп айтуға келе ме екен? Енді сіз этнограф ретінде тарқатып көрсеңіз, соғымбасы деген бар. Қыста. Осы дәстүрге бір тоқталып көрелікші. Бұның бір қандай маңызы бар еді? Соғымбасына жалпы қазақта кімдерді шақырады негізінен? Енді әлі бар негізінде халық ішінде. Ұмытылды деп айтуға келмейтін шығар, десе де. Мына Нартуғанды айттық қой жаңа? Иә. Мына қазақтың соғымы менің пайымымда, зерттеуімде енді қазіргі салсақ қысқа ет дайындау. Бұрын кезде меніңше ондай емес. Ол мына жаңағы Нартуған күннің өлуіне байланысты соның қарсаңында құрбандық шалынған. Құрбандық. Сол құрбандық кейін соғымға айналып кеткен бізге, бертін келе, біздің дәуірімізге қарай. Енді ол да мереке, бұрында да, қазір кәдімгідей оны бір көктен түскен олжа сияқты көріп, бірін-бір құттықтап, соғымың сүйкімді болсын деп жатады құттықтап. Сол кезде жаңағы соғым басы деп бата алады тағы да. Үлкен кісілерді шақырып,
бұл соғымның басы, қыстан аман шығудың қысқы олжа ғой былай айтқанда. Негізгі миссиясы бата алу, Иә. онда. Сөйтіп бата алған ғой басында, иә. А қазір енді оны совет үкіметі кезінде оны қуырдаққа шақырады, 100 грамм қояды дегендей. Басқаша сипат болып кетті. Соғым басы сондай болды. Ол да ырым, оны соның бәрін той, бәрін мереке деп қабылдаймыз. Бірақ негізінде жаңағыдай жоралға, яғни бата алып, жаңа соғымның аман есен қыстан шығып, соны жақсылыққа бұйыртсын деген нәрсе. Ал енді мынандай мысал бар ма бізде? Біздің енді бауырлас, түркітілдес халықтарда бар, бірақ кейін қазақтың өміріне жақын болып кеткен, бәлкім қазақтың қоғамында да бір аталып өтетіндей, тойланатындай, мәселен жаңағы татар башқұрттың сабан тойы деген сияқты, қазір бізде де күздігүні аталып жүр ғой, осы бір дата. Осындай дүниелер бар ма? Сіз қалай ойлайсыз? Енді мына айттым ғой, біздің халық тек көшпенді емес, мысалға жатақ бөлігі болған. Жатақ дейтіні малы аз, көшіп қонуға да кәдім күш қайрат керек, көлік керек. Ондай жоқтар қалып қояды да, егін егеді. Сөйтеді, жаңағы сондай диқандар бар ғой, татар сияқты, басқа сияқты, өзбек сияқты, солармен араласады. Содан кейін, солардың жаңа араласқаннан кейін, солардың дәстүрін алады. Енді оны біз қазір мысалы сабан тойды тек татардығы деп айтуға болмайды. Түркі халықтарына ортақ. Ортақ деп яғни диқан түркілердің сабан той. Сонымен бірге біздің күйек рәсімдері бар. Бұл күздігіні ғой. Күзде ғой. Бәрі сабан тойда бәрі күзде ғой. Егін жиналып болғаннан кейін жиын терін ғой. Ол совет үкіметі кезінде алтын күз деп аталып кетті. Оның бәрі сол бір нәрсе, бірінің соңынан бірі сәл өзгертіп, соны бейімдейді да, аты, заты өзгереді да, негізгі мағынасы мәні солай қалады. Мектептерде солай аталып өтеді. Иә, мектептерде алтын күз дейді. Ана жаңа саба тойымыз жаздағы ол шопандардың сүлеті болатын, жаңағы шопандау тойы болатын. Сосын жаңағы 100 қойдан, 100 саулықтан 150 қоз алды деп дәріптеп жатады, біреуді медаль беріп жатады, машина беріп жатады. Сосын жаңағы үлкен жаңағы бәйгі болып жатады. Сол кезде совет үкіметі кезінің өзінде де. Яғни оның барлығы ойдан шығарылмайды. Ол алдыңғы ғұрыптарға келеді да, икемделіп, жаңартылған болып, солай басқаша аталып шығады. Түбінде жаңағылай жатады. Сол секілді нәрселер көп. Мына мысалға сарт деген бұрын халық болды. Қазақта сарт садағам, өзбек өз ағам дейді. Сарт садағам дейтіні бұл отырықтанған оңтүстіктегі негізінде ол парсылар емес, ол түркілер. Яғни садағам деп отқаны мен бас тарттым бұдан деген сөз ғой қазақтың. Көшпелі өмір салтын тәрк еткен біздің бөлігіміз оның бір садағам дейді. Өзбек өз ағам дегені өзбек хандығы кезіндегі көшпенділер олар. Негізі осыдан туындаған. Яғни иә, сол сарттар парсылардың мысалға нелерін алу мүмкін. Мысалға біздегі көкпарды бұлар да алды. Оны көкпар емес, көпкар деп атады. Қырғыздарда көкбөрі, Жоқ, көкбөр деп ол бертінгелі ойлап шығады. Ол көкбөр деген атау ешқашан болған емес. Оларда ұлақ тартыш деп аталды. Содан калька қылып парсылар боз кашы дейді. Боз дегенің лақ, кашы дегенің сол тарту. Мынау той, мереке, мейрам десе қазақтың қонақжайлық қасиеті қатар жүреді. Енді қазір осыған қатысты түрлі сын көп. Өзіңіз жақсы білесіз. Кейде бұл қонақжайлықты ысырапшылдыққа бағалап айтып жатады. Сіздің көзқарасыңыз? Енді қазір біз мына бір нәрсені бұрмалаймыз да, бұл қазақтың салты дәстүрі деп ақтала саламыз да. Мысалға енді мына осы Астанада, солтүстікте ет көп асылады. Енді осы жерге байланысты, климатқа байланысты ағыл тегіл ет асылады да, сосын жаңағы қапшық қылып, қалта қылып бөліп беріп жатады. Ол бір түрлі көрінеді, шын айтқанда. Ол бұрын байқаған жоқпыз, ондай болған жоқ еді.
зерттеп қарасақ бұл жерде де бұрын болмаған, үлкен кісілер ондай болған жоқ бұрын дейді. Енді екінші жағынан рәсуа болмас үшін алып кет деп жатқан нәрсесі, онда рәсуа болатын болса соншама етті неге рәсуа қыламыз? Адамның жан басына шағып, мал дұрыстап істеуге болады ғой. Қалғанын пісірмей-ақ шикілейтін жаңағы жетімдер бар, басқалар бар, кедейлер бар, соларға таратып беру керек. Анау рәсуа. Тойып алады, одан кейін қапшық қылып кәдімгідей. Соған жармасып отыратын да қонақтар болады. Оның бәрі жақсы көрініс емес, мысалы. Бұл жағынан бұл рәсуа. Ол дінде де, әдепте де жоқ нәрсе. Осының барлығын азайту керек. Осының барлығын сосын жаңағы асты әсіресе ресторандарда, мейрамханаларда туралмай келеді. Сосын оны жаңағы адамның үстінен аттап, даяшылар турап жатады. Болмаса отырған орнына сен тура, мен тура деп отырады. Қазір ет турайтын да адам болған жоқ өзі. Оның бәрін турап әкелу керек. Оның бәрі әдемі келу керек осылай дайындалып. Соның барлығы мәдениет. Енді қазір тәуелсіз 40 жылға жуық уақыт болды. Өзгеру керек дейсіз ғой? Өзгеріп игеретін уақыт болды ғой енді. Атына да байланысты, затына да байланысты тоқтам керек. Сондықтан сол үшін ғылымды тұрғанымыз жұмыс істеп жатқанымыз сол. Түсінікті. Енді соңғы сұрағымды қойып өтейін. Аға, мынау қазақтың өмір салтында діни мерекелер осы қазақтың салт дәстүрімен, әдет ғұрпымен қаншалықты астасып кете алды деп ойлайсыз? Енді бұлай қарасам, мына исламның талаптары, шаралары қазаққа әдемі сіңіскен екен. Оны біздің ата-бабаларымыз соны мықты келтірген, ажырату қиын да. Енді соңғы жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін бәріміз де ислам еліміз ғой. Әсіресе Арабия елдеріне барып оқығандар көзін енді ашқандай болып, жаңағы мынау қазақ мұсылманға жат, әлем бәлен деп шыға келіп жатыр. Кешіріңіз, қазақ мұсылман болғанда арабқа сіңген мұсылман дәстүрін алам деген жоқ, өзінің дәстүрінен бас тартқан жоқ. Екеуін біріктірді, сіңістірді. Мысалға, қайтқан адамды шығарып салғандағы дәстүрлер, ол бірнеше мың жылдан бұрын келе жатыр, исламға дейінгі дәстүрлер. Бірақ мысалға дұға оқу көбіне арабтарда көп болмайды, оларда. Жаназаны бір-ақ оқиды да шығарып салады. Бізде ол кәдімгідей соны жаңағы бұған дейін жанды шығарып салған ғой, о дүниеде. Сосын соны сүйемелдеп отырған. Оның бір көрінісі жаңағы шелпек пісіріп тарату. Ол кезде мүмкін түркі тілінде дұға болған шығар. Соны қазір енді Құраннан аят оқып, оның орнын басты мысалға. Оның бәрі сіңісіп кетті. Енді оны ажыратып керегі жоқ. Өйткені 3 күндігін, 7 күндігін, 40 күндігін, 100 күндігін өткізу осы өзіміздің дәстүрге сай дүние ғой. Дәстүрге сай ғой, бірақ сол ана жаңа рәсуа болғаннан кейін неше түрлі бір әсіре шаралар болғаннан кейін соған қазір қарсылық болып жатыр. Тіпті діни тараптан да соны қысқартып жатыр. Енді амал жоқ, соған баруға тура келетін шығар. Болмаса, сақтайтын болсақ, онда кәдімгідей рәсімін жасау керек. Қазір көбіне жүзін жасамайтын болып жатыр. Бірақ енді өте туыстар жиналады да, сол жүзін жаңағыдай қысқа шығарып салады. Бұрын ол кәдімгідей халық тағы жиналып, абыр-сабыр болып жататын. Енді уақыттың талабы, оған ештеңе дей алмаймыз. Барлығы қазір уақыт бәрімізді қысып жатыр. Оның үстіне метафизикалық ғаламдық деңгейде де өзгеріс болып жатқан секілді. Сондықтан біз қазір дәстүрдің де уақыттың да өзгерісіндегі кезінде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан оған көбіне түсіністікпен қарау керек шығар. Бір жағынан өзгеріске дайын болуымыз керек, екінші жағынан бұрынғымыздан тым айырылып қалмаудың да жағдайын қарауымыз керек. Біраз дүниеге қаңықтық, өзіңізбен әңгімелесе отырып, әңгімеңізге, сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, біз осымен хабарымызды
сұхбатымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған белгілі этнограф, мәдениеттанушы Серік Ерғали. Тағы да рахметімізді айтамыз. Рахмет сіздерге. Біз сіздермен қоштасамыз. Бағдарламаны жүргізген Мақсат Мәлік. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.